Сәлем достар, бүгінгі талқылайтын тақырып аллергия. Аллергия дегеніміз не? Бұл сұраққа көріп тұрған схема бойынша жауап беруге болады. Белгілі бір аллергенге ағзадағы иммунды жүйенің қалыпты емес, былайша айтқанда қуған реакциясын біз аллергия деп атаймыз. Аллергияны толықтай түсіну үшін бізге аллерген және соған пайда болған реакцияны білуіміз керек. Ендеше әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Аллерген деп бұл аллергияны тудыратын затты айтады. Ана сабақты өткенде қабынуды флагоген тудырса, аллергияны аллерген тудырады. Аллергендерді экзо және эндоаллергендер деп екіге жіктейді. Экзоаллергендер дегеніміз бұл сыртқа ортадан түсетін аллергендерді айтады. Осыған орай оны өзіндік екіге бөледі: инфекциялық және инфекциялық емес. Инфекциялыққа вирус, бактерия жатқызса, ал инфекциялық емеске көріп тұрғанымыздай өсімдіктер, дәрі-дәрмектер және тағы басқасы. Эндоаллергендер деп ағзаның ішінде болатын аллергендерді айтады. Оны екіге бөліп қарастырады: біріншілікті және екіншілікті. Біріншілікті эндоаллергендер бұл адам туылғанда кейбір бөліктер, мысалға көз, қалқанша бездің коллоиды деген сияқты, оларда барьер болады. Сол барьер арқылы қоршалып, иммунды жүйе оны көрмейді, былайша айтқанда. Барьер бұзылғанда көрінбей тұрған зат көріне бастап, иммунды жүйенің ашуына тие бастайды, нәтижесінде аллергия пайда болады. Ал екіншілікті эндоаллергендер белгілі бір клетканың өзгеру салдарынан иммундың жүйенің ашуына тиеді. Келесі айтатын нәрсе ол осы аллергенге ответка ретінде пайда болатын аллергиялық реакциялар. Бұл аллергиялық реакцияларды 1930 жылы Роберт Кук атамыз екіге бөліп қарастырды: жедел дамитын және баяу дамитын. Кейінірек араға жыл салып, Джелл және Кумс ғалымдар олар осы аллергиялық реакцияларды төртке жіктеген болатын. Ол реагенді, цитотоксикалық, иммунды комплексті және соңғысы сезімталдығы жоғары баяу дамитын реакция. Алғашқы үш реакция олар жедел дамитын топқа жатқызады, ал соңғысы ол атай тұрғанда баяу дамитын реакция. Енді әр реакцияны сипаттау үшін оны белгілі бір саты бойынша сипаттап шығады. Ол қандай саты? Яғни ол үш саты: иммунологиялық, патохимиялық және патофизиологиялық. Міне осы аталған үш саты арқылы төрт реакцияны да сипаттап шығады. Бұл сатыларда не болады жалпы? Әр сатыда не туралы айтылады деген сұрақ туындаса, бірінші сатысында иммунологиялық сатысы. Бұл жерде схема бойынша қарайтын болсақ, аллерген түсті организмге, организм оған ответка берді және соның нәтижесінде антидене және антиген комплекс пайда болды. Бір сөзбен айтқанда, антиген мен антидененің комплексін пайда болу және оның бір жерге барып бекінуі туралы осы иммунологиялық сатысында айтылады. Патохимиялық сатысында не айтылады? Яғни барған клетканы қоздырады, нәтижесінде медиаторлар пайда болады, ол медиаторлар эффект көрсетеді және тағы басқа процестердің барлығын осы патохимиялық сатысына айтылады. Бір сөзбен айтқанда, медиаторлардың пайда болуы. Үшіншісі сатысы бұл көрсеткен медиаторлардың эффектісінен пайда болған клиникалық симптомдар және де ауруларды осы патофизиологиялық сатысында сипаттайды. Енді бірінші реакция реагенді, иммунологиялық сатысы. Бұл жерде не болады? Схема бойынша айтатын болсақ, аллерген, бұл жерде аллерген, экзоаллергендердің барлығы жатқызуға болады. Аллерген түсті, организмға ответка берді, нәтижесінде иммуноглобулин мен антиген комплекс пайда болады. Ол комплекс барады меш жасушасына бекінеді. Меш жасушасы дегеніміз бұл тучные клетки, орысшалап айтқанда, соған барып бекінеді. Бекінген соң екінші сатысы басталады, яғни патохимиялық. Біз білетіндей, меш жасушасында көптеген медиаторлар бар. Соның бірі гистамин. Если қабыну тақырыбының видеосын көрсеңіздер, то сіздер түсінесіздер не айтып жатқанымды. Енді гистамин мысал ретінде алып отырмын мына жерде схема бойынша. Жалпы аллергияда көбінесе осы гистаминнің эффектісі көп байқалады.
Енді гистамин бөлініп шықты. Меш жасушасынан. Гистамин не істейді ары қарай? Гистаминді рецепторлерге барады. Организмде негізінен үш негізгі рецептор бар гистаминдік, ол H1, H2 және H3. Аллергияда негізгі рөл атқаратын ол H1. H1 рецепторлері қай жерде орналасады, соның барлық жеріне гистамин барады. H1 рецепторлері ол жүрек қан тамыр жүйесінде, былайша айтқан тамырда орналасады, және де бронхтар, яғни тыныс алу жолдарында орналасады. Міне осы жерде орналасқандықтан гистамин сол жаққа барады және өзінің эффектісін көрсетеді. Тамырға барады да тамырды тесе бастайды. Тескен соң ол жерде өткізгіштігі артады. Сәйкесінше сол тесіктер арқылы сұйықтық шығады и ол ісінуге әкеледі. Яғни орысшалап айтқанда отек. Келесі эффект ол бронхтарға барады, яғни бронхтарды қыса бастайды, нәтижесінде бронхиальды астма пайда болады. Үшінші сатысына өтеді, ол патофизиология. Бұл жерде не көреміз? Яғни ісіну. Ең бірінші көзге түсетін ол клинке ісіну, суретте көріп тұрғанымыздай. Ол яғни гистаминнің эффектісі. Айтып кеткенде тамырдың өткізгіштігінің артуының салдарынан. Келесі ол бронхиальды астма, ол да гистамин эффектісі. Және есек жем. Бұл орысшалап айтқанда крапивница. Міне осы цитотоксикалық реакция иммунологиялық сатысына не болады? Аллерген келді. Бұл жерде аллерген ретінде аралас болуы мүмкін, экзоаллерген болуы мүмкін, немесе эндоаллерген болуы мүмкін. Едәуір көп бөлігі эндоаллергендерде болады. Енді аллерген келді, эндо болсын, экзо болсын. Оған организм ответкасы болды. Нәтижесінде иммуноглобулин G және антиген комплекс пайда болады. Бұлар қайда барады? Бұлар сол структурасы, яғни құрылысын өзгерткен клеткаға барып бекінеді. Яғни қай жерде клетка өзінің структурасын өзгертті, сол жерге барып, жаңағы антикомплекс барып сол жерге бекінеді. Бекінген соң келесі сатысына өтеді патохимиялық. Мысалы ретінде мен мысалға эритроцитті алған болатын, қан жасушасы. Мысалға эритроцит өзгерді, сол жерге барып бекінеді жаңағы комплекс. Нәтижесінде не болады? Комплемент жүйесін активтендіреді. Жалпы цитотоксикалық реакцияда барлық медиаторлар, олар гуморальды болып келеді, себебі бұлар қан жүйесіне вообще қанда көп жүргендіктен бұлар гуморальды медиаторларды іске қосады. Сол себептен де гуморальды медиатордың ең негізгі медиаторы ол қанда жүретін, ол комплемент жүйесі. Міне комплекс келді, эритроцитке барды, нәтижесінде комплемент жүйесі активтенеді, ал комплемент жүйесі біз білетіндей ол фагоцитозды іске қосады. Фагоцитоз алады да жаңағы лизосомальды ферменттер арқылы өзгерген клетканы жоя бастайды. Нәтижесінде не болады? Нәтижесінде үшінші сатысы бұл жерде аутоиммунды гемолитикалық анемия, немесе тромбоцит жойыла бастаса тромбоцитопения, тағы басқа аурулар. Негізінде аурулар көп, просто мен мына жерде тек екеу-үшеу алып жатырмын. Кітаптан қарайтын болсаңыздар, аурулар жетеді. Келесі айтатын үшінші аллергиялық реакция бұл иммунды комплексті. Иммунологиялық сатысына не болады? Аллерген келді, ол экзо болуы мүмкін, эндо болуы мүмкін. Организмнің ответкасы болды. Нәтижесінде иммуноглобулин тоже G және антиген комплекс пайда болады. И бұлар қай жерге барып бекінеді? Бұлар прямой тамырдағы эндотелиоцитке барып бекінеді. Нәтижесінде не болады? Патохимиялық сатысында мынау схемада көретін болсақ, мына жерде тамырдың ішінде эндотелиоциттер тұр, ромб сызығы бойынша. Ромб сызықпен тұрған сол эндотелиоциттер. Жаңа комплекс келеді, клеткаға келеді, и опять же қайтадан комплемент жүйесін іске қосады. Себебі бұл
сұйық ортада болып жатыр, яғни гуморальды медиаторлар іске қосады. Комплемент жүйесі іске қосылды, қайтадан фагоцитоз активтенеді и нәтижесінде эндотелецитті құрта бастайды. Нәтижесінде не болады? Тамыр зақымдала бастайды, неше түрлі ауруларға алып келеді. Тамырымен қоса су жиналып, қабыну реакциясы болып кетуі мүмкін. Көптеген аурулар бар. Соның бірі ол ревматоидты артрит, тамыр зақымдалу, яғни васкулит, немесе сары сулы аурулар. Орысшалап айтқанда сывороточные болезни. Тағы да айтам, бұл жерде тек қана үшеу, негізі аурулар өте жетерлік. Және соңғы реакция, баяу жүретін аллергиялық реакция. Бұл не себептен баяу? Себебі бұның көрсететін эффектісі ол 24-48 сағаттан соң немесе соның аралығында көрсетеді. В общем, бір сөзбен айтқанда, бір сутка күту керек, оның реакция көрсету үшін. Енді, бұяқта аллергендер ретінде негізінен көбінесе экзоаллергендер, соның ішінде инфекциялық, яғни микробтар болып келеді. Не болмаса трансплантация нәтижесінде реакция отторжения дейді, яғни қойған жаңағы пересадка жасаған орган, ағза, в общем, ағзаға ұнамай қалуы мүмкін. Сол себептен де реакция беру мүмкін аллергиялық. Енді иммунологиялық сатысы не болады? Аллерген келді, микроорганизм деп алайық. Организм ответкасы, бұл жерде уже иммуноглобулиндер емес, Т лимфоциттер және антиген комплексі пайда болып, олар қай жерде пересадка, не болмаса микроб орналасқан ағзаға барады, сол жерге бекінеді. Енді патохимиялық сатысында не болады? Т лимфоцит жаңағы микробты көреді, и оны біз білетіндей Т лимфоциттің 3 ағасы бар, туған, және бір нағашы ағасы бар. 3 ағасы ол хелпер, келлер және супрессор. И нағашы ағасы ол НК клеткалар. Енді микробты көрді, Т лимфоцит хелпер шақырады, өйткені хелпер ең бірінші микробтар көреді, себебі ода CD3 рецептор бар, солының көмегі арқылы бәрін, қандай бір өзгеріс болды, қандай бір жаңағыдай косяк болды деп айтсақ болады, сол жердің барлығын көріп тұрады. Енді хелпер не істейді? Хелпер лимфокен медиаторын іске қосады, ол өз кезегінде 4 варианты бар. Ол тікелей әсер етуі мүмкін жаңа микробқа, яғни перфорин токсин жіберіп, микробты жоқ қылып жібереді. Не болмаса киллер қайтады, и киллер барып оны өлтіреді. Не болмаса, егер де ол опухоль клеткасы болса, онда ол НК жасушасын айтады. Егер де процесті тоқтату керек болса, жай ғана, онда ол супрессор шақырады. Міне осылай патохимиялық сатысында осындай процесстер жүреді. Жалпы қандай аурулар пайда болуы мүмкін? Ол дерматит, экзема, барлық аутоиммунды реакциялар. Яғни жаңа айтып кеткенде реакция отторжения. Міне осымен аллергиялық реакциялар осымен бітеді. Тағы бір айтатын нәрсе бар, ол псевдоаллергиялар. Псевдоаллергия дегеніміз не? Ол аллергиялық сияқты процесс, тура аллергия сияқты жүреді, бірақ та оның механизмде бір айырмашылығы бар. Ол иммунологиялық сатысының жоқ болуы, яғни бірінші сатысы мүлдем болмайды. Тікелей патохимиялық және патофизиологиялық сатысы болады. Яғни андай бір комплекс үзіп, сызылып жүрмейді. Тікелей медиатор бөледі, соның нәтижесінде эффект көрсетіп аурулар пайда болады.